Қыздар, ассалаумалейкум. Кеше Palantir акциясына кірдім. Palantir акциясында неге мен минуста да болмадым, плюста да болмадым, сонымен бөліскім келіп тұр. Яғни мен торговляға кіріп үлгерген жоқпын. Дегенде негізі дневка лонг болды, қараңыздар. Міне 27 июнь. Ключевой минимум не перелоила, значит, мынау лонг болу керек еді. Мынау лонг 4 сағаттық шорт болды. 4 сағаттық шорт болды, анализім бойынша анализ болды. Енді 5 минуттық таймфреймді бұл баға выше гэпа келді. Міне гэптің үстінен келді. Міне сары сызық гэптің үстінен келді. Баға минимумда тұр. Минимумда тұрғасын бұл лонгқа кету керек еді. Бірақ бұл жаңағы міне трехзвездочные новости болды. 2 новости, 3 жұлдызды жаңалық, 3 пятница болды. В основном пятница байқағаным анализ шортқа кетеді екен. Негізі четверг күні лонг болды, среда күні лонг болды, и пятница күні шорт болады шығар деп ойладым жалпыша, потому что аңғардым да, өйткені 2 күні лонгын берді жақсы, и обязательно шортын беру керек деп. Бірақ соны біліп тұра, мен лонгқа тейк қойып қойдым, ордер қойып қойдым. 145-85-ке ордер қойып қойдым, қызыл свеча. Мен қазір лонгқа барам деген. Но мына жерден келді, гэптің астынан келді, шортқа кетті. Дистрибуция басталды. Дистрибуция, яғни ұзын свеча басталғаннан кейін мен неге кеттім? Түсініп тұрдым бұл шортқа кететін. Өйткені гэптің астына дистрибуция болса, по правилу это вообще астаға қарай кете береді деген сөз. Сондықтан мен бұны көріп тұрдым, бірақ кірмедім. Негізді мына 143-те 16-дан кіріп кетуіме болатын еді, өйткені бұл 137-ге дейін барды біріншісі. Бірақ неге 137-ге дейін барды? Өйткені мен біліп қарадым, заднийді қарасам, яғни историяны қарасам, міне историяда қазір, міне міне историяда где-то нешесі 26-сы ма июньнің в общем июньнің басында міне ноутбуктан көрсетіліп тұр, қазір соткадан көрсетілмей тұр уақыты. Міне история левый ближнейда фитиль тұр 137-де 79. Сосын мен мынаны нетіп қойдым, сызып қойдым. Бұл осы 137-ге дейін барады деп сызып қойдым. И действительно бірінші тек 137-ге дейін барды. 137-ге дейін барды. Айтқым келгені, міне бірінші ошибка